Бәріңе сәлем. 2020 жылдың 10 қазанында Instagram өзінің 10 жылдығын атап өткенін көбісі біле бермейді. Бұл әлеуметтік желінің арқасында селфи, лайк және фильтрмен танысты. Қазіргі таңда Instagram аккаунты жоқ адамды кездестіру өте қиын. Күнделікті миллиондаған адамдар фотоларын жүктеп, хаттар жолдап және бизнестарын дәл осы желі арқылы жүзеге асырады. Ал Insta сөзі қарапайым қолданылатын сөз болып қалды. Бірақ бұл әлемдік желінің қалай пайда болғаны туралы және кім ойлап тапқаны жайлы көбісі біле бермейді. Көп күттірмей шығарылымды бастайық. Болашақ миллиардер және Instagramның негізін қалаушы Кевин Систром 1983 жылы Массачусетс штатында дүниеге келген. Анасы маркетолог, ал әкесі ірі компания директоры болып жұмыс істеген. Кішкентай кезінен жеке мектепте оқып программалауды еркін меңгерген. Мектептен соң Стэнфорд университетіне түсіп, өзінің ұнаған мамандығында оқиды. Бірақ та ол жердегі теория сабақтары көп болған соң Кевин тез жалығып кетеді. Кейіннен менеджмент курсына ауысып, кәсіпкерлікті зерттей бастайды. Студент кезінде Кевин фотографияға қызығушылық таныта бастайды және Италияға қысқы курсқа барып та үлгереді. Сол саяхат кезінде Қытайда 80-ші жылдан бастап шығарылатын арзан фотоаппарат Хольгамен танысады. Бұл камераға түсірілген фото сапасы нашар болғанымен, фильтрлардың эстетикасы тамсандыратын еді. Өздеріңіз түсініп отырғандай, дәл осы ломография эстетикасы Instagramның пайда болуына түрткі болды. Жатақханада 45 минутте жасалған Instagramның белгішесі 6 жыл бойы өзгеріске ұшырамады. Бірақ белгішеде полароид салынған болатын. Жалпы алғанда жас жігіт күн сайын өз қабілетін барынша дамытып отырған. Осылайша 3-ші курс оқып жүрген кезде программистер конкурсына қатысуға өтінім береді. 2 аптадан соң шақырту алып іріктеуден өткені белгілі болады. Дәл осы жерде ол Марк Цукербергпен танысады. Байқау барысында ADO қосымшасы дайындау тапсырмасы берілген болатын. Систром үшін бұл жақсы тәжірибе жинау мүмкіндігіне айналды. Ал 2 жылдан кейін осы программа базасында Twitter қосымшасы шығарылады. Оқуды аяқтаған соң тәжірибелі жас маман Google мен Microsoft'тан жұмысқа шақырту алады. Кевин Google'ды таңдайды. Ол жерде 3 жыл жұмыс жасаған соң өз жолын іздеу мақсатында жұмыстан шығады. Google'дан кеткен соң Nextstep компаниясының геолокация арқылы фото бөлісу қосымшасы Bourbonмен жұмыс жасайды. Ол жерде де көп ұзамай өз кәсібін ашқысы келіп келісімшартты үзеді. Жалғыз жұмыс жасау қиынға соғатынын түсініп, серіктес іздей бастайды. Осылайша ол психология мен лингвистика маманы Стэнфорд университетінің түлегі Майк Кригермен біргеді. 2 жас программист аянбай күні-түні еңбек етіп, жаңа қосымша ойлап табады. Қосымшаның басты мақсаты достармен бірнеше секунд ішінде фотосуреттермен бөлісуге болатын ыңғайлы сервис ұсыну еді. Қосымша Instagram деген атауға ие болды. Яғни Instant Telegram ағылшын тілінен аударғанда жедел хат деген мағына береді. Ал түсірілген фотосуреттерді 3 басылым арқылы өңдеп, жүктеуге мүмкіндік алды. 2010 жылдың 6 қазанының түнде Instagram қосымшасы App Store'да пайда болды. Кевин бұл жаңалығымен Twitter'де бөліскен болатын. Жас программистердің жолы болды деуге әбден болады. Дәл осы сәтте 4-ші iPhone шығуы да өз септігін тигізді. Ал жаңа шыққан iPhone тұтынушылары жоғары сапалы камераларына қолданыс тапқан болатын. Қосымша шыққан соң бір күн ішінде 25 000 адам жүктеп үлгерген болатын. Бірақ сервердің трафигі жүктемеге шыдамай құлай бастады. Бір апта өткен соң Instagram App Store дүкеніндегі тегін қосымшалар тізімінде бірінші орынға шығады. Ал жүктеушілер саны 1 миллионға жетеді. Бірақ та Кригер мен Систромның алдында әлі де сервердің трафигін көтеру мәселесі тұрды. Осылайша кішкентай компания Amazon компаниясымен келісіп серверларын сол жаққа көшіреді. Жас программистер күн сайын қосымшаны жетілдіру үшін аянбай жұмыс жасайды. Суреттерді тез табу үшін хэштег жүйесі және бәрінің сүйікті фильтрлары шығарылады. Қосымша шыққан бетте фильтрлар саны тек 11 дана болған еді. 2011 жылға дейін қолданушылар 100 миллион фотосурет жүктеп үлгерген болатын. 2012 жылы 30 миллионыншы адам тіркеледі және сол жылы қосымша Android қосымшалар дүкенінде пайда болады. Дәл осы жылы Марк Цукерберг Instagram'ды 11 миллиард долларға сатып алады. Ал Систром мен Кригер акционерге айналады. Цукербергтің Instagram'ды сатып алуы Facebook'тан асып түседі деген қауіппен жасалынған қадам болған делінеді. Ең таңқаларлығы Facebook қосымшаны сатып алған кезде ол ешқандай табыс әкелмегендігі болды. Яғни монетизацияланбаған болған екен. Қосымшаны сатып жіберсе де Кевин Систром мен Майк Кригер лауазымдарын сақтап қалған. 12 адамнан тұратын команда Facebook'ның офисына көшіп бумеранг функциясы, Stories және Direct чаттарын шығарады. Ал Цукерберг болса Instagram ақша әкелу керек деп шешіп, жарнама видеороликтар мен тауар сатушылардың дүкен сілтемелерін енгізеді. Осылайша 2016 жылы жарнамадан түскен пайда $570 миллион жетеді.
2018 жылы Bloomberg аналитиктері егер Instagram автономды компания болып қала берсе, қазіргі табысы Facebook'тың 6 жыл бойы жинаған табысынан асып кетер деген тұжырымдама жасайды. Ал осы жағдайдан кейін Майк пен Кевиннің Facebook компаниясынан кеткені белгілі болады. Журналистер мұндай шешім басшылықпен келіспеуден болды деп есептейді. Instagram пайда болғаннан бері әрбір ресторанға бару немесе тауға шығу суретке түсу себебіне айналды. Достар мен жақындарға арналған қосымша жұлдыздардың өмірін бақылау құралы ретінде қолданылатын болды. Ең бірінші Instagramға тіркелген жұлдыз ол рэп орындаушы Snoop Dogg. Қазіргі таңда 3 ең танымал жұлдыздың аккаунтына тіркелген адамдар саны Ресей мен Америка тұрғындар санынан асады. Мысалға, атақты футболшы Криштиану Роналдуда 579 миллион, ал актер Дуэйн Джонсонда 376 миллион оқырмандар бар. Айтып өтетін болсақ, ең бірінші селфиді 2011 жылы Дженнифер Ли атты Сан-Франциско тұрғыны жүктеген болатын. Ал қазіргі кезде көп адамдар күніне бірнеше селфи жасап, оқырмандар реакциясын күтіп отырады. Instagram қосымшасы өмірімізді түбегейлі өзгертті деуге болады. Бір-бірімізбен араласу, тауар қолдану, күнделікті өмірде өзімізді ұстауымыз түбегейлі өзгерді. Осылайша фотосурет өңдейтін қосымша әлемдегі алып әлеуметтік желіге айналды. Бұл қосымша әлем бойынша миллиондаған адамдардың әңгіме құру алаңы мен бизнес жүргізу құралы болып табылады. Қазіргі таңда Кевин Систром 39 жаста. Facebook Instagram'нан 39 жасында миллиардер атанып кету жаман жетістік емес. Мүмкін алдағы уақытта ол бізді жаңа және ерекше дүниемен таң қалдырады деген сенімдеміз. Бүгінге айтарым осы. Видео қызықты және пайдалы болды деп ойлаймын. Олай болса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.